Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Our theme is our world. Біздің әлем. Okay, look at this picture. Food is one of the important part of our life. Тамақ, тағам біздің өміріміздегі маңызды бір бөлшек. Sometimes it's very difficult to choose between healthy food and tasty food. Кейде пайдалы және дәмді тамақты таңдау біз үшін өте қиындық тудырады. So, we need food because food gives us energy to be able to do things during the day. Food keeps us healthy and helps us grow. Бізге тамақ не үшін керек? Тамақ бізге күні бойы біз дұрыс жұмыс жасауымыз үшін, бізге күш беру үшін керек. Сонымен қатар біздің дұрыс өсуіміз үшін пайдалы тамақтар керек. Okay, and what healthy food do you know? Қандай пайдалы тамақты біз білеміз? Okay, this is unhealthy food. Yes, зиянды тамақтар. Unhealthy food, зиянды тамақтар. So, сөздік дәптерге жазып алайық. Healthy food, пайдалы тамақ. Unhealthy, зиянды тамақтар. Okay, open your pupil's book on page 68, exercise 1. And now, next new word, chips. Chipster, pasta, macaron, lagman. Okay, let's watch the video. I'm Brian. I'm from the UK. My favorite food is fish and chips. Fish is good for your eyes and your heart. I'm Bianca. I'm from Italy. My favorite food is pasta. Pasta is good for your heart and your muscles. I'm Ulan. I'm from Kazakhstan. My favorite food is lagman. There are lots of vegetables in lagman. Vegetables are good for your brain and skin. Okay, now let's translate together. I'm Brian. I'm from the UK. Менің атым Брайан, мен Ұлыбритания елінен боламын. Менің сүйікті тамағым балық және чипсы. Балық бұл адамның көзі мен жүрегіне жақсы көмектеседі. I'm Bianca, мен Италиядан боламын. Менің сүйікті тамағым паста, макарон. Паста бұл біздің күшіміз бен жүрегімізге өте пайдалы. I'm Улан, мен Уланмын, мен қазақстандықпын. Менің сүйікті тамағым лагман. Мұнда лагманның ішінде көптеген көкөністер бар. Көкөністер біздің миымыз бен терімізге өте пайдалы. So, your home task, балалар, үй тапсырмасы, өзіміздің жақсы көретін тамағымыздың суретін салып, одан кейін астына былай жазамыз. For example, my favorite food, мен жақсы көретін тамағым is манты, мұнда мантының орнына өзіміздің нұсқамызды жазамыз. There is meat in it. Meat'тің орнына ауыстырамыз, яғни сол салынған тамақтың ішінде бізде қандай пайдалы нәрсе бар, қандай пайдалы тамақ бар. Соны жазамыз. Мысалы, мантының ішінде бізде ет бар, yes, and next, meat is good for your muscle. Ет біздің бұлшық еттерімізге өте пайдалы. Яғни осы тамақтың ішіндегі пайдалы нәрсе біздің қай денемізге жақсы. Біз осыны жазамыз. So, the reflection. Okay, if the lesson was very interesting, you should send me red apple. If the lesson was also interesting, but I need to work on myself. Егер сабақ ұнаса, бірақ өзімізбен ары қарай жұмыс жасауымыз үшін, you should send me a yellow apple. If the lesson was boring, you should send me green apple. The lesson is over. Goodbye.